Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздерге тікелей WhatsApp бизнес, яғни WhatsApp'та қалай каталог жасау, товарларыңызды көрсету, өз бизнесіңізді ұсыну, соларды қалай жасайды, соны көрсететін боламын. Ол үшін Play Market'тен WhatsApp бизнес дегенді көшіріп аламыз. Барлығын қабылдаймыз. Номерімізді тіркейміз. Барлығын разрешать етеміз. Сөйтіп, WhatsApp бизнесімізді ашамыз. Бұл бұрынғы ескі WhatsApp'тан қазіргі бизнес WhatsApp'қа барлық данныйларды көшіреді, яғни SMS, фото, видео барлығын көшіреді. Көшіріп болғаннан кейін аты жөніңізді жазып, мына жерде вид деятельности, қандай бизнеспен айналысасыз? Продуктовый магазин ба, медицина саласы ма, ресторан, покупка, путешествие, өзіңіздің бизнесіңізге қатысы барды жазасыз. Менде покупка, розничный торговля деп жаздым. Өйткені мен әртүрлі зат сататындықтан осыны таңдадым. Далее батырмасын басып, начать басамыз, уже каталог жасаймыз. Каталог жасау үшін алдын ала фотолар дайын болу керек. Фотоларымызды дайындап қойып, добавить изображениені басып, галереядан фотомызды жүктейміз. Қазір мен сіздерге мысал ретінде бір-екі фотоны жүктеп көрсетейін. Мысалға, мына сағатты жүктейік. Товардың атын жазамыз. Бұл LED сағат. Товардың бағасы және де описаниесі. Бұл сағат тек сағатты көрсетеді, батареямен жұмыс жасайды. 1 жылға дейін жарайды. Яғни батарейкасын кейін ауыстыруға болады. Су өткізбейді, әдемілік үшін тағуға болады. Кәдімгі сағаттарға ұқсайтын болғандықтан солардың барлығын жазып қойдым. Ссылка тұратын жерге мен бизнес парақшама өтіп, жаңағы LED сағат салған постты тауып аламын. Соны скопировать ссылку деп көшіріп аламын да, жаңа бизнес парақшама, бизнес WhatsApp'қа барамын. Осыған ставить етіп, сохранить етемін. WhatsApp сақтағаннан кейін өзі оны проверкіден өткізіп, өздері шығарады. Мінекей өстіп товарларыңызды салып қойсаңыздар болады. Бұл жерде уақытын қоюға болады. 24 сағат бойы круглосуточно жауап берем десеңіз де болады. Или болмаса 10-ға дейін деп өздеріңіз уақытын қойсаңыз болады. Адресі компанияның, описаниесі. Осылай неше түрлі етіп жасауға болады. Егер де көмегім тиген болса, лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Және де бизнеспен айналысатын достарыңыз болса, осы видеоны жіберсеңіздер болады. Мен өзімнің описаниемді жазып қойып жатырмын. Қытайдан товар алдырам, соны өз бағасына деп жазып қойдым. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Егер Қытайдан товар заказ берем десеңіздер, маған жазсаңыздар болады. Және де өз бизнестеріңіз болса, осылай жасап алыңыздар. Лайк басып таратуды ұмытпаңыз. Подписка жасаңыз. Рахмет. Алланың нұры жаусын.